Менің тікелей тапсырмам бойынша 6 қаңтарда біздің құқық қорғау және басқа, оның ішінде сыртқы істер министрлігімен бірге үлкен гуманитарлық операция өзінің нәтижесін берді. Сириядан Қазақстанның 47 азаматы, оның ішінде әйелдерді бар, әсіресе айта кететін 30 бала бар. Біздің құзырлы органдарымыздың бұрын соңды атқармаған үлкен жұмыс атқарды. Олардың барлығы террористердің бақылауында болған, әр жағдайлармен алданып, уақытысында кризис болып жатқан Сирияға оларды алып кеткен. Ол жөнінде айтқанбыз. Біраз адамдар олардың айтқанына алданып сол жаққа барды, көпшілігі сол жерде соғыстың арасында қайтыс болды. Мына адамдарды біз мемлекет ретінде қолдау көрсетіп, бізге достық қарым-қатынасы бар мемлекеттің көмегіменен, Қазақстанның ұшағыменен алып келдік. Ол кісілер өзіміздің жағдайда үйрену үшін, медициналық бақылаудан өту үшін 1 ай болатын болады, оған біз көмек көрсетеміз. Тағдыр тауқыметін тартқан әйелдер мен балалардың қуанышында шек жоқ. Көз жасын оларды көрдік. Сондықтан осы шаруа басқа жұртқа тиісті мәлімет береді және болашақта бұндайдың болмауына жағдай жасайды. Келген адамдар көрген қиыншылықтар менен зардабын кейін өзі айта жатар. Сондықтан Қазақстан өз азаматтарын қай жерде жүрсе де қолдайтын болатынын біз көрсетіп отырмыз. Еліміздің қауіпсіздігін, береке бірлігі мен тұтастығын қамтамасыз ету мемлекеттің маңызды міндеті. Сондықтан қақтығыс аймағында еріксіз жүрген азаматтарымыз, әсіресе балаларды қайтару жөнінде жұмыстарды біз жалғастырып беретін боламыз.